Бүгін бізде жаңа рубрика қай мемлекеттің тамағын білеміз. Мысалға келтіретін болсақ, Әділбекте қазір колесо фортуны бар. Почему-то мне ашты, достар, колесо фортуны. Бізде, мынандай мемлекеттер бар. Қазақстан, Қытай, Индия, Америка, Өзбекстан. Осылай бар. Қанша 5-6 мемлекет бар. Осы 5-6 мемлекеттің қайсысы түседі, біз сол мемлекеттің тамағын жеп, прям любой тамағын жеп, оценка беретін боламыз. Каждый тамақты біз 10-нан 1-ге дейін былай бағалайтын боламыз. И потом общий қорытынды келіп, тамағы ұнай ма, нормально ма деген сияқты айтатын боламыз. Бұл рубриканың ең басты мақсаты қандай білесіздер ма? Бұл ең басты мақсаты, чтобы сіздер сондай тамақ жегенде не істемеу үшін? Семірмеу үшін? Жоқ, олар өліп кетпес үшін. Давай кеттік ал, әді, айландыр. Не түседі екен? Қайсысы? Ештеңе түспейді, значит, тағы да береді. Давай, мен қарамай тұрайын, сен өзің айландыр. Давай. Что қандай мемлекет түсті? Қандай деп ойлайсың? Не знаю. Вот точно білетін, мыналар біледі уже. Біз білмейміз. Жоқ, мен білем уже. Сен білесің уже? Мыналар біледі, сендер білесің, мен ғана білмеймін. Мне кажется... Егер де аспан айланып жерге түссе, ол мынандай мемлекет болу керек. Көрші Қытай түсті ма? Дұрыс таптың. Ойлаған тұрып, қай мемлекет бар еді, Корея дейін ма дедім, потом жоқ Қытай деп айта салайыншы. Қытай түсіп кеткен ба, еба. Қазір біз Қытайдың асханасына барып, тамақтарын ішіп, оценка беретін боламыз. Ал кеттік. Біз китайский кухняларды іздеп, соңында бір хогоға келейік деп шештік. Біздің алдымызға хоголар дайындап қойдық. Что-то әділ оценка береміз ба? Давай. Біз дайындап қойдық, міне хогоның бары осы. И осыларды аламыз да, міне мына қазанға саламыз, пісірамыз, потом қайтаны осыған қойып, каждыйын бір-бірден алып жейміз да, и оценка береміз. 1-ден 10-ға дейін каждыйын беріп шығамыз, потом барып общий қорытынды бойынша, қайсы жақсы соған неме қоямыз. Айттым ғой бағана. Кеттік па? Давай. Все міне қайнады. Ал енді мына заттарды ішіне салатын боламыз. Все болды, екеумізкі де пісті. Ал енді бір-бірден алып жеп бағасын беретін боламыз. Все, мына бірінші 3 бұрыштан бастаймыз. Әділбектің 3 бұрышы. Давай кеттік. Что там, қалай? Нормально? Нормально. Менде мынандай соус бар да. Соусқа өз көрейін, ашты соус бұл. Ашты мен араластырғанда қандай болады? Ё-моё. Ема. Брат, соус қоспа, еба соус қоса, ашты кететкен. Мен өзім соусын бөлмеймін, өзім қоса берем. Еба. Бұған баға қоятын болсам, мен 10-ның 9-ын қойын жарайды. Нормально. Қатты ұнаған жоқ, қатты жаман емес, нормально. Қайша жақсы деген сөз ғой, 9 деген, да? Сен қанша қоясың? Екіншісін жеп жіберді Әділбек өш. Соусын ішін біраз қостым. Соуспен дәмі жақсартып. Бірақ, именно без соуса жүрсен, мен оннан бір 7-ін қойын. Келесі не кет? Келесісі міне мынау. Не Әділбектікі. Ал енді аспосым кеттігі. Маған ұнады. Мощный. Соуспен. Соуссыз жей берейін. Мощный. Что там Әділ сағаншы? Ұнады. 10-ның атшасы. Мен 10-ның 10-ын қоям. 10-ның 9-ын қоям. Ачы нақ бір бал қосасың? Сіз жалып келма не? Жоқ, 10 деген қоятын прям бір шедевр емес та. Ладно, келесі ене. Келесісі мынандай, не Әділбектікі. Ал енді, бисмиллах, жек көрейік ал. Дәмі бағанағы ұқсайды. Бірақ кішкене өзгешеген. Почти былай айтқанда бірдей екеуі. Бағана 10-ның 10-ын қойдым, бұл енді тоже мощный негізі. 10-ның 10-ын қояды. Сен Әділ? Мен тоже 9 қоям. 9? Түсінікті, келесіне кеттік. В общем, енді мынандай түрін көрейін деп жатырмыз. Вот мынау менікі. Все, ас болсын. Давай.
бір дәмі вообще өзгеше, иә? Өзгеше, иә. Вообще басқаша, бағана ана екеуіне ұқсамайды, екеуі бір-біріне ұқсады ғой, мына вообще басқаша. Шынымды айтайын, как будто бы вот кәдімгі сосиска бар ғой, суда піскен, оған тұз емес, кәдімгі кішкене бір қант қосқан сияқты. Сондай ощущение бір. Қанты бар сияқты. Может, сондай. Ол қанша қоясың баға? Маған былай особо ұнаған жоқ, 5 қоямын. Маған да особо ұнаған жоқ, мен де 5 қоямын. Короче, мынада жасыл смайликті көретін боламыз. Менде смайлик емес, ол менде ол расстроенный. Қылмаш әділ. Бет тұр ғой мне? Иә. Вот. Ал ас болсын. Че там қалай? Мен жемедім. Мынау да особо ұнаған жоқ, поэтому 6 берем. Маған ұнайды деп ойлайсың ба? Сол ұнау керек негізінде. Нихуя! Оның ойы жалко емес мынау. Все, енді мына домалақты көретін боламыз. Давай, әділ, мен бірінші көрейін осы жолы. Саған ұнайтын, ұнамайтын айтып көрейін. Ну, енді бағанағы сияқты мощный емес, но оның 7-сін қоямын. Енді Нормально. Қанша қоясың? 9 қоямын мен. Қойшы, натуры ма? Ұнап болды маған. Мощно. Ладно. И мынау бізде келесі. Орташа негізі, былай да былай. Ну, иә, бірақ біраз жақсырақ сияқты. Оның 8-ін қоямын. Мен 7-ін қоямын. Ал енді біз ішіне мынандай неше түрлі шөптерді дейін ба, бір нәрселер салған болатынбыз, қазір солардың да дәмін көреміз. Короче, келесі бізде міне мынандай. Осыған піскен брокколи қалай болатынын көреміз. О, ё-моё! Жақсы кетті. Еба. Че там, балан қалай болып жатыр, өсіп жатыр ма? Иә. Нормально, да? Оценкаларымыз осылай болды. Негізінде жалпы оценка алатын болса. Әділ, сен өзің бастап жібер. Ну, в принципе, арасында схогалардың типа дәмсізі бар, онша емесі бар. Бірақ анау ащы нәрселер көп екен. Но в целом, бірақ маған ұнады. Поэтому мен общий балл 8 балл қоямын. Оның 8-і, иә? Оның 8 қоямын. Иә, острыйлары көп негізінен, оның 8-ін қоямын. Видео осылай аяқталатын болады. Сіздермен әдеттегідей болған мен Ерда, және де келесі видеода кездескенше барлықтарыңызға. Давайте.